Армысыздар қадірменді тыңдармандарым. Әңгімені соңына дейін тыңдап, лайк басуды ұмытпаңыздар. Күйеуі қит етсе, төркініне қашады екен. Келін болып түскен жерім үлкен әулет. Ата-енем де жақсы кісілер көрінетін. Бар мәселе жолдасымда болып тұр. Ол 3 ұл 3 қыздың үлкені. Оған тұрмысқа шығарда бір үйдің тұңғышы, арқалаған жүгі бар. Соңынан ерген бауырларына бас көз бола алатын, мені де жылатпайтын азамат деп етегінен ұстағанмын. Қайдан білейін оның жатып ішер, жалқау, кері тартпай екенін. Күйеуімнің бұл қасиеті біз үйленген соң көп өтпей-ақ байқала бастады. Ата-енем әжесінің баласы деп осы күнге дейін жұмсамайды. Ол да осыған әбден үйреніп алған. Саусағын қимылдатқысы келмейді. Оған іні қарындастарын жұмсай салу түк те емес. Апамыз үйленген соң есі кірер, ойланар деп үміттенген екен. Бар айтқаны болып, үйдегілерді айдауына салып үйренген ерім, маған да өзінің міндетін саналатын істерді артып қойды. Ақ орамал жамылып, келін атанғанына бір ай толғанда, үйдегілер мені мектепке лаборанттық жұмысқа орналастырды. Негізі мамандығым мұғалім еді. Ауылдағы мектепте бас орын болмағандықтан, әзірше осы жұмысты істей тұр дегенді атам сыпайылап жеткізді. Ал күйеуім бір мекемеде күзетші. Жоғары оқу орнынан заңгерлік диплом алып шыққан азаматтың қарауыл болып жүрген несі? Деп анам таңғалған болатын. Сонда дұрыс қызмет бұйырмай жүрген шығар дегенмін ыңғайсызданып тұрсам да. Біздің танысуымыз да қызық болған. Бөлемнің туған күнінде жолдасыммын деп танысқан реңді, ұзын бойлы жігіт отырыстағы барлық қызға ұнаған еді. Мені 2 рет биге шақырып, сіз менің анама қатты ұқсайды екенсіз. Екеумізден тамаша жұп шығады. Сізге алдағы күндері үйленуге ұсыныс жасасам, қарсылық таныта қоймассыз, деп ойындағысын ірікпей айтап салған еді. Осы сөзінен кейін істің адамы деген түсінік қалыптасты ма, әйтеуір 2 айдың ішінде келісімімді бердім. Бірнеше рет кездестік, өзі туралы айтты. Салық мекемесінде ауруханада жұмыс істепті. Еңбегін бағаламай, мардымсыз жалақы төлегендеріне ашуланып, өз еркімен шығып кетіпті. Қазіргі күзетшілігін уақытша деген. Одан бері неше жылдар өтті. Сол жұмыс, сол күйі. Отбасын құрғанымызға жыл толғанда ата-енеміз бөлек шығарды. Өз-өздерімен болса әрекетін жасап аяққа тұрып кетер деп ойласа керек. Бізге 2 бөлмелі времянка салып, ішіне бір қатар дүниелерді де жайғастырып берді. Күйеуімнің туыстары ауылдың бас жағында, біз төменіректе тұрамыз. Еншімізді алғалы оның айлығын көрмедім. Қайта менің жалақымды санап алады. Анам, еркектің тапқаны берекелі болады, жұбайың ақшасыз жүрмесін дейтін. Сол себепті де тапқанымды оған ұстаттым. Керегімді тауып беріп тұрса, одан артық не керек деген едім. Сөйтсем, бәрі мен ойлағандай болмады. Анау керек, мынаған жетпей жатыр десең, ашуланып үйден шығып кетеді. Қайда кететіні белгісіз, үйге түн жарымында келеді де жатып қалады. Аяғым ауырлағанда, жерік ас жемек түгілі, тойып та тамақ ішпедім. Жұмыста мектеп асханасынан қарызға түстеніп жүргенмін. Айлық алғанда төлеймін ғой деп. Бұны білген жолдасым таяқтауға дейін барды. Содан кейін екінші қайта асханаға жоламадым. Туыстар қонаққа шақырса, күні бұрын барып жәрдемдесіп жүріп, қарын тойғызамын. Ашқарақтана асты ауызға бұралақтата тығып жатқанымды көргендерге, аяғым ауырлағалы тәбетімнің артып кеткенін айтамын. Бұл жағдайға қанша үндемей төзуге тырысқаныммен тілім шыға бастады. Неше рет ұрыстық, талай көз жасқа да ерік бердім. Сонда екеуміздің жалақымыздың қайда кетіп жатқанын сұрасам, жинап жатырмын, үлкен үй саламын, дейді.
мұныңды маған неге айтпайсың десем, әйел еркектің тірлігіне араласпай жайына жүру керек деген жауап естимін. Үлкен сәбиімді босанып, жартып емізе алмай, өзім де тым арықтап кеткен соң енеме барлығын айтып берген болатынмын. Бұл жетпегір қашан адам болады? Бала шағасын аш қалдырып өзі не істеп жүр? деп бұрқан талқан ашулана бізбен бірге үйге келді. Жолай дүкенге соғып азық-түлік алды. Ұлының келгенін тағатсыздана күткен енем, ол үйге кіріп келгенде бар қаһарын төкті-ау. 10 минут анасының сөзін тыңдауға шамасы жеткен ол, ештеңе деместен шықты да кетті. Артынан апамыз ілесті. 2 сағаттан соң енем хабарласып, бәленің барлығы өзіңнен екен ғой, балам осы күнге дейін ден дұрыс тамақ ішпепті. Үйдегі барды ірітіп-шіртіп келіпсің. Не киімі жуылмай, не таза үйде отырмаған еркек сені жөнге салмақ болыпты. Онысынан неге тулайсың? Ақылға келудің орнына ұлымды жамандауың нағыз ақымақтық, деп айғайлап тұтқаны тастай салды. Үлкен кісінің мені түсінгісі келмегені көңілімді қалдырды. Жолдасымның сөзінің жалған екенін қанша рет айтпақ та болдым, бірақ оны енемнің тыңдағысы келмеді. Содан бері 2 қызымыз туылды, бірақ әлі саламын деген үйі жоқ. Төркініме бұл халімді айтқан емеспін. Анам қиналып жүргенімді сезеді, бірақ мен үндемеген соң ештеңе сұрамайды. Төркіндеп барып қайтқан сайын біраз ақша ұстатады. Сол ақшаға анау-мынау алып, бірнеше айға жеткізуге тырысамын. Ажырасып кетейін десем, перзенттерімді ойлаймын. Әйтпесе, аш қалмаймын ғой. Күнім бұдан әлдеқайда жақсы болар еді. Айлығым немесе қыздардың жәрдемақысы түсетін кезде бізбен тілдескенсіп, ақшаны санап алатын күйеуіме бірдеңе керек десем болды. Төркініне тұра қашады. Мен ауыз ашсам, әкесінің үйіне тайып тұрады. Онысын әдетке айналдырғалы, оның үйде болмағаны өзіме жақсы деймін. Осы жылдар ішінде үй шаруасына көмек беріп, шөп басын сырындырмаған күйеуім қыздарына да алаңдамайды. Таң қалатыным, қара шаңырақтағы келіннен жолдасының ұялмайтындығы. Апсын ажым болып біздер ақырындап сөйлесе бастасақ, апамыз қасымызға келіп тұрып алады. Әйтеуір мені жаман атты етіп қойған. Не көздегені бар екен? Балаларымның қашқан әкесі келіннің тамағын ішіп, қалтасына ақшасын салып, қашанға дейін жүрер екен. Менің де төзімім таусылуға жақын. Кейде отбасы болған соң неше түрлі қиындықтар кездеседі. Мойымай, жеңіп, шаңырағымды сақтап қалайын деймін. Басымда шағым болса да үйім, бауырымды перзенттерім бар ғой. Бірақ менің сақтаймын деп жүргенім отбасыма. Күйеуім не барда жоқ, не жоқта жоқ. Арамза жатып ішер мұндай жаннан құтылғаным дұрыс па? Сен қандай ақыл берер едің? Отбасын бағуға өзімен өзі үй болуға талпынбайтын, жеңіл өмір үшін сәбилерін де елемейтін мұндай еркектен үміт күтуге бола ма? Құрметті оқырман, сіздер қандай кеңес берер едіңіздер? Мінекей, осымен әңгімеміз аяқталды. Әңгімені соңына дейін тыңдағандарыңыз үшін алғысым шексіз. Егер де менің әңгімелерімді каналыма тіркелмей тыңдап жүрген болсаңыз, міндетті түрде каналыма тіркеліп алуыңызға кеңес беремін. Келесі кездескенше сау болыңыз.